Уалейкум ассалам. Уалейкум ассалам. Bir, екі. Естініп тұр ма? Уалейкум ассалам. Уалейкум ассалам. Айдана. Қалайсыздар? Мен оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласынан. Кішкене сабыр сақтаңыздар, жарай ма? Сабырлы болыңыздар. Сәлем. Артық әңгіме болса, мен бірден черный атып жіберем, черный списокқа. Отыз 39-40 адам дейді, жаман емес. Бүгін біздің талдайтын нұсқамыз 35-26. Тағы кім айтқысы келіп жатыр, бастаңызшы деп. Бір-екі адам айтсаңыздар болады. Кім духовистый? Айтсыншы солай, баста деп. Уалейкум ассалам. Бастайық, ағай дейді. Кім, Оразалиев па? Сосын тағы кім? Алейкум ассалам. Иә, ол жақсы ол. Көп оқушылар көп нәрсе үйреніп алады. Енді бәрі жиналған сияқты ғой, 44, 43, 44, жақсы. Онда бисмилля деп бастайық. Бірінші есеп бізде қозғалысқа байланысты есеп берілген, мәселе есеп. Бірінші есепке беріп қойған, енді ол оңай деп айта алмаймын. Енді физикаға кішкене қатысы бар есеп қой. Жылдамдық, жол деген сияқты. Ал мен берілген оқып отырайын, немесе сіздерге көрініп отыр ма білмеймін. Берілгені бізге екі қала берілген деп айтсақ бола ма? Мен бұның арақашықтығы 650 км. Бір-екі қаланың арақашықтығы деп айтайық. Жүрдек поезд жылдамдығы жолаушылар поездың жылдамдығына қарағанда 35 км/сағатына артық дейді. Енді түсінікті ғой, кішкене тезірек жүретін поезд. Және осы аралықта жолаушылар поездына қарағанда 3,5 сағат тезірек өтеді. Жүрдек поездың жылдамдығы қандай? Қараңыздар. Бұл жерде мәселе мынандай болып жатыр негізінде. Кішкене дұрыс болмай тұр.
техникалық ақаулар болып тұр ғой мына жерде. ютубқа шығады, иншалла бүгін шығады. Қараңыздар. А және Б деген екі қаланың арасы деп айта салайық. Осының арасы 650 километр. 650 километр жолды, мысалы қараңыздар, жүрдек пойызының жылдамдығын, қалай деп алсақ болады, мысалға, жүк пойызының жылдамдығын в жүк пойызын деп ала салайын. X деп ала салайық, мысалға. Жүк пойызының жылдамдығы X километр сағатына. Онда жүрдектікі кішкене тезірек жүретін пойыздікі не болады? Мынадан 35 километр сағатына көп дейді. Қосу 35 болады. X қосылған 35. Бұл түсінікті шығар деп ойлаймын. Енді бұлай. Не шығады? Жүз шығады, дұрыс айтасыз. Енді 650 километрді мына жүк пойызы қанша уақытта жүретінін табуға болады ғой. Яғни формула бар бізде. Т тең S бөлінген В. Яғни бізде жол 650 километр. Осыны мына жүк пойызы X километр жылдамдықпен жүрсе, мынанша уақытта жүретінін. Ал енді жүрдек пойызы қанша уақытта жүретінін табайық. Мынаны Т1 дей салайын, мынаны Т2 дей салайын. Ол бізде 650 бөлінген, оның жылдамдығы X қосылған 35. Ол мынанша уақытта өтеді. Мынанша уақытта өтеді. Енді бізге былай деп жатыр. Мынау, немесе мынаны нені ала салайын? Жүк пойызынкін ала салайын. 650 бөлінген X. Мынау 650 бөлінген X қосылу 35. Енді, мынау жүк пойызы. Мынау жүрдек пойыз, тез жүретін пойыз мынау. Мынау айтады, мынаған қарағанда 3,5 сағат тез келеді дейді. Бірінші есеп мынау. Мынау 3,5 сағат тез келеді деген сөз, мынаған қарағанда 3,5 сағат көп уақыт жұмсайды деген сөз. Кешігіп келеді. Мынау тез келеді, сондықтан оған мына 3,5 сағат қосатын болсақ, мынау келеді артынан деген сияқты ғой. Сонда міне осы теңдеуді былай құрастыра салуға болады. Түсінікті ол. Жерде мықты шығаратын оқушылар бар сияқты ғой, баяғыдан. Жақсы. Енді мына теңдеуді ары қарай шығара салуға болады. Ортақ бөлім береміз. Мынаған, немесе жауаптарды орнына қоюға болады негізінде. Егер мынаны шығара алмайын десеңіз, міне жауаптар тұр. 70, 110, 120, 100 деген сияқты. Мына жерге сан қарайтын болсақ, 100 деген сан, яғни мынау жүрдек пойыздың жылдамдығын сұрап отыр бізден. Мынаның жылдамдығын сұрап отыр. Түсінікті ғой. Мынаны 100 деп алатын болсақ, мысалға біз жауапты қойып отырық, мынау 100 болатын болса, онда былай болады. 650 бөлінген 100, мысалға біз 100 тексеріп отырық. Так, мынау не болады? 650. 100-ден 35 тапты тастасақ, мына онда жүк пойызын 65 болып қалады деген сөз. Қосу 3,5. Тексеріп көрейік, мынау дұрыс па, дұрыс емес па? Мынаны 650 65-ке бөлсек 10. 100 деп қойдым. Так, 650-ді 100-ге бөлсек 6,5 болады. 6,5-ға 3,5-ді қоссақ, шынымен де 10 деген сөз, Дұрыс, яғни есептің жауабы Е нұсқасы 100 км сағатына жүрдек пойыздың жылдамдығы. Деп шығаруға болады, немесе мына теңдеуді шығара салуға да болады. Кәдімгідей дискриминант шығады жерден. Енді келесі екінші есеп, бірінші есеп бұл. Есептің жауабына Е болды. Екінші есеп өрнекті ықшамдаңыз деген есеп. А-ның түбір асты 5 дәрежесі бөлінген 1 бөлінген А-ның 1 минус түбір асты 5 дәрежесі. Енді ол дәреженің қасиетіне арналған есеп негізінде. Түсінікті ғой. Енді бізге мынаны да А қылып жазып алу керек ол үшін. Бірінші А түбір астында 5-ті жазып қояйын, бөлінген. Енді мына А-ны үстіне көтеретін болсақ, онда мынаның алдына минус шығады, дәрежеге. Сонда мынау түбір асты 5 плюс түбір асты 5 болып кетеді. Мынау плюс 1, минус 1 болады. Бұл жер түсінікті шығар деп ойлаймын. Мынау үстіне көтергеніміз үшін осындай болады.
Сонымен бөлінген кезде дәрежелер не істейді? Азайтылады. Түсінікті ғой? А түбір асты 5 минус, яғни мынау азайтылады қазір. Сонда минус түбір асты 5, мынау қосылған 1 болады. Мына екеуі жойылып кетеді. Сонда А-ның 1 дәрежесі ол бізде А деген сөз есептің жауабы. Яғни Б. Сосын жаңа артық нәрсе жазбаңыздар дедім ғой мен. Келесі, үшінші есеп. X қосылған 2 бөлінген 3 минус X үлкен 0-ден. Бұл негізінде өте оңай теңсіздік. Менің әдісімде мен оқушыларға былай үйретемін. Теңсіздік шығару үшін X-тердің алдындағы таңбалар әрқашанда плюс болу керек. Мектепте енді мына осы тұрған күйінде шығара береді олар. Солай үйретеді. Әр аралықтан сан қоясың деген сияқты. Ондай ештеңе жоқ. Ең басты нәрсе мынаның таңбасын өзгерту. Түсінікті ма? Яғни мына x плюс 2 тұра береді. Мына минус x плюс болады. Плюс 3 минус болады. Былай шыққанда екеуінің орны ауысады. Сол үшін мына таңба ауысады. Былай қарай. Болды. Міне осындай істеп алғаннан кейін есепті шығара беруге болады. Енді мынау x плюс 2 болса, бұдан минус 2 шығады. Минус 3 болса, 3 шығады деп, ауызша шығара беруге болады. Негізі әрқайсысын нөлге теңестіреміз ғой енді. Сол кезде минус 3 болса плюс болады, плюс 2 болса минус 2 шығады. Мына 2 сан шықты. Бұны енді интервалға саламыз. Минус 2 мен 3 плюс минус плюс. Таңба қандай? Таңба кіші. Кіші десе минус аралықты аламыз. Сосын әрқашан плюс минус бола береді. Түсінікті ғой? Минус аралық, яғни есептің жауабы минус 2 мен 3-тің арасы екеуі де жай жақшада. Есептің жауабы А. Келесі, төртінші есеп. Бізге теңдеу берілген. Түбір астында 2x минус 3 тең 8-ге. Мынандай есептерде кішкене абай болу керек. Кейде мына түбір астын береді, мына жаққа минустан беріп қояды, терістен. Сол кезде көп оқушы не істейді? Екі жақты квадраттап шығарып жібереді. Кішкене абай болу керек. Енді бізде мына жерде оң сан берілген. Егер оң сан берілсе, квадратта беруге болады екі жақты. Мына квадратты сақта біраз жоқ кетеді. 8-дің квадраты 64. Енді мынау минус 3 плюс 3 болып келеді. 67. 67-ні 2-ге бөлеміз. Сонда 33,5 есептің жауабы А нұсқасында тұр. Енді жақсы сұрақ, қараңыздар. Қазір мен жауап берейін. Мынандай болса егер, қараңыздар, түбір асты ешқашан минус бола алмайды. Түсінікті ме? Түбір асты. Қалай? Түбір асты ол минус болады. Ол оң сан болу керек қой. Сондықтан бұндай есептердің шешімі болмайды. Алдыңғы нұсқада осында біз бір есеп болған. Естеріңізде болса. Келесі. Бұны енді жақсылап есте сақтау керек мына нәрсені. Бесінші есеп косинус 330 градустың мәнін табу керек. Бұндай есептерде біз не істейміз? Келтіреміз. Бізде келтіруге байланысты 3 бұрыш бар. 90, 180, 270, 360 градус. Төртеуінің біреуі келсе, яғни біз осыларды не істейміз? Келтіреміз дейміз. Яғни 330 градус қайсысынан жақындай болатын болсақ, мысалға 360-пен алсақ болады. Яғни бұлай. Косинус 360 градус минус 30 деп алсақ болады. Бұл не үшін істеп жатырмыз? Келтіру үшін. Бізге мына 30 градустың мәні белгіледі. Мынаны мен жаттамайсыздар ғой. Мынаны табу керек. Бұны білеміз. Енді бұл жерде қандай мәселе? 360 градуста, мынада және 180-де функция өзгермейтін білетін шығарсыздар. 90 мен 270-де өзгереді, 180 мен 360-да өзгермейді. Яғни косинус 360 градуста косинус 30 күйінде қалады. Косинус 30. Енді ең маңызды мәселе мынау қай ширекте тұрғаны.
360 дегеніміз, яғни қазір мен шеңберді көрсететін болсам, 360 мына бір айналып келсеңіз, мына 360 болады. Сіз мына жерде тұрсыз қазір. Енді минус десе, артқа қайтасыз. Артқа деген былай, алға десе былай жүреміз. Яғни плюс болса, қазір былай қарай жүретін едік, минус болған екен артқа қайттық. Бұл жерде косинустың таңбасы плюс, яғни мына жерде алдында таңба 10 болады деген сөз. Енді косинус 30 градустағы мәні түбір асты 3 бөлінген 2. Оны жатқа білетін шығармыз. Сонымен есептің жауабы бұл нұсқасы. Келесі. Жаңағыдай сұрақтар туындап жатса, бірден қоя берсеңіздер болады. Мен кішкене жауап беруге тырысамын. Келесі, теңдеуді шешіңіз. Тригонометриялық теңдеу берілген. Косинус 7х бөлінген 2 тең 1 бөлінген түбір асты 2. Бұл бізде 6-шы есеп. Енді бұл қарапайым теңдеу негізінде. Енді кейде бар ғой, мына оқушылар мынаны түсінбей қалады. Мына екеуінің бір екенін біле бермейді көбісі. Екі жақта да түбір асты 2-ге көбейтсек, яғни иррационалдықтан құтылу деген сөз ол. Мынау шығады. Біреулер мынаның кестедегі мәнін жаттап алғанда мынаны біледі, а мынаны білмей қалады. Ол мынау не екеуі бір нәрсе. Бұның кестедегі мәнін жатқа білетін шығармыз. Енді 7х бөлінген 2 косинустың формасы плюс минустен басталады. Плюс минус кестедегі мәні қанша? Пи бөлінген 4. Қосылған 2 пи-н. Бұл формула. Енді бізде мыналардан құтылу керек. Бірінші мына 2-ден құтылайық. 2-ден құтылу үшін мына жақта 2 бөлініп тұрса, мына жаққа барған кезде ол көбейтіледі. Сонда 7х тең. Мына көбейтілген кезде 2 пи бөлінген 4 болады. Сол 4-пен қысқарады ол плюс минус пи бөлінген 2 деп бірден жаза берейін. 2 пи-нге көбейтіледі да 4 пи-н болады. Енді мына 7-ден құтылу керек. 7 бұл жерде көбейтіліп тұр. Ал көбейтілген нәрсе мына жаққа барған кезде бөлінеді. Бөлінеді деген сөз, астына барады деген сөз ол бөліне. Сонда х тең плюс минус, ана екеуі бірге пи бөлінген 14 болады. Мына жерде 4 пи-н бөлінген 7 болады. Түсінікті ғой? N тиісті Z. Ол түсінікті не екен. Сонымен есептің жауабы бізде Е нұсқасында тұр. Келесі 7-ші есеп боялған бөліктің ауданы. Енді бұл жерден көрсете салайын мен. Бұл қатты қиын түрі емес. Мынандай есептерде мына 3 бұрыш болып беріледі ғой, кейде 4 бұрыш болып беріледі. Бұлар өте оңай есептер. Тік бұрышты 3 бұрыш мынау, қараңыздар. Тік бұрышты 3 бұрыштың ауданын табу, 2 катетін көбейтіп 2-ге бөлеміз. Енді қараңыздар, мына катеті қаншаға тең ұзындығы? Мына жерге беріп қойған, көрдіңіздер ме? 3. Минус 3 қой, яғни мына жер 3 деген сөз. Онда мына жерде 3. Яғни бір катеті 3 наның. Ал мына жер қанша? 2 мен 1-дің арасында 1 бар ғой. Бір-ақ клетка, Сонда 3-ті көбейтеміз 1-ге, 2-ге бөлеміз. Яғни А, Б бөлінген 2, 3 бұрыштың ауданының формуласы. Сонда 3-ті 2-ге бөлсек, есептің жауабы 1,5. 7-ші есептің жауабы. Келесі. Келесі бізге пирамида берілген екен. Қараңыздар, 4 бұрышты дұрыс пирамида. Енді пирамидалар өте көп кездесетін түрлері олар әрине 4 бұрышты дұрыс пирамида мен 3 бұрышты дұрыс пирамида. 2 түбір асты 17 дейді, түсінбедім. Так, қараңыздар. Сызбасын сызып көрейік. Не сұрап жатыр екен? Төрт бұрышты дұрыс пирамида деген сөз, табанында квадрат жатыр деген сөз. Енді биіктігі дейді. Биіктігін түсіретін болсақ, қайда түседі? Мына табанының диагоналының дәл ортасына түседі. 6. Ал табанның қабырғасы 8 дейді. Яғни бұл квадрат болған екен. Екеуі де 8 болады. Бізге мына бүйір қырын тап дейді, мына жерді тап дейді. Енді бұл бірақ Пифагормен шығатын есеп, қараңыздар. Бізге мына жер керек. Мына жер тапсақ, мынау бар, Пифагорға саламыз. Ал бұл жер мына диагоналдың жартысы. Ал квадраттың диагоналы неге тең?
а түбір асты 2 ғой, яғни 8 түбір асты 2 мынау. Оның жартысы 4 түбір асты 2. Болды. Бізде мына жер бар, мына катет бар, x-ті табу қиын емес. X тең түбір астында 6-ның квадраты 36, мынаның квадраты 16 көбейтілген 2 32 тең 78. Так, 78-ді так 4-ке бөлсек бола ма екен? 28 дейді. Так, 4-ке бөліне ме екен? 68 ғой, кешіңіздер. Так, 68. Енді мына жерде 4-ке бөлсек бұны 17 қалады. Сонда мына 4 жақшаның сыртына 2 болып шығып кете алады түбір астынан. Ана 17 қалып кетеді. Осы күйінде. Сонымен бұл есептің жауабы бізде Д нұсқасы екен. Келесі есеп, енді бұл суретіне қарап көрсетейін. Мынау мынандай есеп өте көп келеді, егер байқасаңыздар. Берілгендер әртүрлі болып келе береді. 6, 8, 3 түбір асты 3 деп келетіндер бар. Бұл жерде мынандай, мен алдында айтқан. Мына А, С, Б деген үшбұрыш, ол тікбұрышты үшбұрыш. Неге? Өйткені мына сырттай ысылған шеңбердің радиусы оның гипотенузасының дәл ортасында тұрғандықтан. Енді бізге мына ОА-ны табу керек. Мына ОА деген осы сфераның радиусы, мына сфераның центрмен кез келген нүктені қоссақ, О-бұны қоссақ та болады, ОА-ны қоссақ та болады. Қайдан атыншы отыр? Так, ОА-ны табу керек бізге. Сонымен АЦ бізде бар 6, БЦ 8. Онда мына гипотенузаны табу қиын емес қой. 6, 8 болса 10 болатын жақсы білетін шығармыз. Онда мына жері 10 болса, онда оның жартысы 5 болады. АО1 5. Мынаны беріп қойған 12. Енді мынаны табу қиын деп ойламаймын. 5-тің квадраты мен 12-ның квадратын қоссақ 169 болады. 169 түбір астында ол 13. Есептің жауабы Е нұсқасында. Келесі. 13 есеп, өрнекті шамдаңыз дейді. Мен жазайық. Ой, так, не жазып кеттім, 12 ғой. Түбір асты берілген, 5 дәрежелі түбір астында 2 көбейтілген 32, 4 дәрежелі түбір астында 8 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында 64. Енді бұл жерде мына барлығы 2-ның дәрежелері байқаған болсаңыздар, әрқайсының дәрежесін жазып шығамыз. Қараңыздар, мына 2-ның 5 дәрежелі түбір асты дегеніміз ол 5-тен 1 деген сөз. Болды міне. Түсінікті ма? 2-ның 5-тен 1 дәрежесі. Бітті. Енді мынаған қараңыздар. 32 дегеніміз 2-ның 5 дәрежесі. 32-ның өзі. Ал мына түбір асты, мына жерде 2 болғандықтан біз оны білеміз 2-ден 1 екенін. 2-ден 1. Одан кейін тағы да мынау тұр. Түбір асты көрдіңіздер ме? Мына 32 мынаның да астында тұрғандықтан тағы да көбейтілген 5-тен 1 деп жазамыз. Бөлінген. Сонда 5 пен 5 қысқарады да, мына жерде 2-ден 1 болады. Енді мына жерде көрейік. 8 деген 2-ның 3 дәрежесі. Одан кейін оның әлі 4-тен 1 бар. Көбейтілген 4-тен 1. Бітті. Енді мынаған көшеміз. 64 дегеніміз 2-ның 6 дәрежесі. 3 дегеніміз 3 дәрежелі түбір асты, 3-тен 1. Одан кейін тағы да 4-тен 1 барын. Осының бәрін жазып шықтық, енді көрейік не отыр. Мына жерде үстінде 2-ның 5-тен 1 дәрежесі көбейтілген 2-ның 2-ден 1 дәрежесі қалды. Астында мынау 2-ның 4-тен 3 дәрежесі көбейтілген. Мына жерде 6 мен 3-ті қысқартсақ 2, 2 мен 4-ті қысқартсақ 2, 2-ның 2-ден 1 дәрежесі қалды. Енді мынау 2-ге қысқарып кетеді, 2-ден 1, 2-ден 1 дегендер. Енді 2 сан бөлінген кезде дәрежелер азайтылады деген қасиет бар ары қарай. Ол сонымен шығара саламыз. 2-ның 5-тен 1 дәрежесінен азайтамыз 2-ның, яғни дәре 4-тен 3. Сонымен
Ортақ бөлім 20 болады. Мынаған 4 береміз, мынаған 5 береміз. 4-тен азайтамыз. 15-ті минус алдына қойсайын. 11. Қараңыздар. Енді мына нәрсені бізге қайтадан түбір астына келтіріп жазу керек. Біріншіден, минус дегеніміз мына санды астына түсіріп жібереді. 2 болса 2-ден 1 болады. Біріншіден соны жазып алайық. 1 бөлінген 2-нің 20-дан 11 дәрежесі. Енді мынаған келеміз. Мына нәрсе ол мына түбірдің дәрежесі мына 20 деген. Сонда ол былай болып кетеді. 1 бөлінген түбір астында мына 20 мына жерде тұратын сан негізінде. 2-нің 11 дәрежесі ішінде қалып қояды. Сонымен есептің жауабы С нұсқасында. Қазір кішкене күтетіңіздер. Үйге бұзықтар келді. Аз шуламаса болады. Келесі бізде 11-ші есеп. Бірінші есеп. Модульдік теңсіздік берілген. Енді теңдеу екен ғой. Модульдік теңдеуде біз 2 рет ашамыз, түсінікті шығар. Немесе бұның жауаптарын орнына қоя салуға да болады негізі. Егер шығарамайын десеңіздер, бұның жауаптарын алып орнына қоя беруге де болады. Бірді қояйық. Бірді қойсақ келеді. 5 қосылған 3 тең 8. Бір жауап бола алады деген сөз. Яғни жауап бола алмайды. Неге? Өйткені ол жерде бір жоқ. Бір барлығында бар екен, көрдіңіздер ме? Енді 8-ді қойып көрейік мысалға. Енді 8-ді қойып көрсеңіздер, қараңыздар, үлкен сан шығатын мына жерден. Бола алмайды деген сөз. 1,6-ны қоюға болады. Қойып көруге болады. Минус 1,6-ны қоюға болады. Егер қоям десеңіздер, немесе оны шығаруға да болады негізінде. Мен енді қазір шығарып көрсете салайын. Жауапты орнына қоюды білетін шығарсыздар. Шығарған кезде мынандай екі теңдеу шығарамыз. Бірінші дәл осылай шығарылады есеп. Дәл осылай жазылады. Одан кейін ары қарай дискриминант шығарамыз. Сонда 5х квадрат қосылған 3х минус 8 тең 0. Түсінікті болу үшін дискриминант шығара берейін. Бәрі білетіндей. Так, 20-ны 8-ге өтсек 160. Екен қосамыз 169. Шығарған дұрыс дейсіз ба? Жарайды. Бұл бізде 13-тің квадраты. Енді x-терді табайық. x1, x2 бірден таба берейін. Минус 3 плюс минус 13 бөлінген 10. Қосу болса 1 шығайын деп тұр мені. Азайту болса минус 16 бөлінген 10. Ол бізде минус 1,6 дейді. Енді қарасақ, ол жауап бірден С-да тұр. С нұсқасында. Егер минусты ашатын болсақ, ол мына жаққа өткен кезде плюс болып келеді. Ол жерде дискриминант 0-ден кіші қалады. Екінші теңдеуде, оны шығарудың қажеті жоқ. Есептің жауабы С нұсқасы. 12-ші есеп теңдеу берілген. Шығарып көрейік. Мынау бізде 11-ші есеп. 12-ші есеп. 0,175. Жақшаң ішінде 12х қосылған 4. Азайтылған 4х, азайтылған 4. Және бөлімінде 5х минус 1 бар. Мына теңдеуді шығару керек. Енді бұл жерде біз бөлім алдымен ғана жұмыс істейміз ғой, түсінікті шығар, бірақ мынау не үшін тұрғанын қазір айтамын. Так, мынаны шығарайық. 0,175 дегеніміз ол 4-тен 3. Түсінікті. 4-тен 3-ті 12-ге көбейтеміз. Жаза берейін, асықпай 4-тен 3 көбейтілген. Әрқайсына көбейтеміз. 12х қосылған 4-тен 3-ті 4-ке де көбейтеміз. Азайтамыз 4х-ті, азайтамыз 4-ті тең 0-ге. 4-пен 12 қысқарады. Сонда 9х
4 пен 4 қысқарады, қосылған 3, азайтылған 4х, азайтылған 4 тең 0-ге. 9-дан 4 азайтсақ 5х, 3-тен 4 азайтсақ минус 1 тең 0-ге. Енді қараңыздар. 5х минус 1 тең 0-ге, х тең 5-тен 1-ге болды. Үстіне шығарған кезде осындай жауап шықты. Енді көп оқушылар не істейді? Мынаны алады да белгілейді. А жауабында көріп тұрсыздар ма? 5-тен 1 дегенді. Егер кім белгілейтін болса, оны ол не болады? Әрине қате болады. Неге? Мына нәрсені көбісі ескермейді. 5х минус 1 не болмау керек бізде? 0 болмау керек, бөлшектің бөлімі ешқашан. Сонда х бұл жерде неге тең болмау керек? 5-тен 1-ге. Минус 1-ді былай қарап өткіземіз, 5-ге бөлсек. Ал бізде мына жерден именно сол 5-тен 1 шықты. Ол есеп арнайы солай берілген, қателесіп кетсін деген мақсаттағы. Түсінікті ғой? Осыған кішкене абай болу керек. Теңдеу оңай, қарасаң 5-тен 1 шығады, белгілеп жібересің, қарасаң қате болады да. Соған маған мән беру керек. Түсінікті ме? Сонда есептің жауабы, яғни шешімі бұл жерде түбірі жоқ болады. Д нұсқасында. Келесі теңдеудің шешіңіз дейді. 13-ші есеп. Х квадрат азайтылған 9х қосылған 10, 10-дық логарифм 14 тең 0-ге. Бұл өте оңай теңдеу. Біз білетін шығармыз, лг деген ол 10-дық логарифм, ал 10 мен логарифм 10 деген нәрселер қысқаратын. Онда 14 қалады. Х квадрат азайтылған 9х қосылған 14 тең 0. Енді мына жерде ветке өте оңай келеді. Қанша мен қаншаны көбейткенде 14 болады. Ол 2 мен 7. 2-ін қосқан кезде маған қарама-қарсыдан шығу керек, 9 шығу керек. Яғни 2 мен 7 есептің жауабы ол бізде Д нұсқасында. Немесе дискриминант шығару болады. Кімге қиын болса. 14-ші есеп. Х lg(x) тең 100x дейді. Қараңыздар енді. Жерден негізі жауаптарды орнына қоюға болады. Түсінікті ме? Жауаптарды орнына қойып шығуға болады. Енді 10 немесе 100 екеуін біреу болады деп тұр, оны жерде көріп тұрсыздар ма? Бәрінде бар. 10 болатын болса, мына екеуін біреуі, 100 болатын болса, мына үшеуінің біреуі деген сөз. 10-ды қойып көрейік мысалға. 10-ды қоятын болсақ, 10 lg 10 болады. 10 мен 10 қысқарады да, lg мен 10. X мына жерде 10 қалады, ал 100-ді 10-ға қойып кетсек, ол келмейді. 1000 болып кетеді. Мына жақтан 10 шығады. Яғни бұл жерде не қорытынды жасауға болады? 10 жауап бола алмайды. Ол бізде 3 жерде тұр. А-да тұр, Б-да тұр, Е-де тұр. Міне. Түсінікті ме? Қазір мен шығарып көрсетемін. Негізі былай тезірек барудың несін көрсеткен ғой мысалы. Яғни үшеуі жауап бола алмайды міне. Көрдіңіздер ғой? Енді мына 10-нан 1-ді немесе 100-ден 1-ді қоя салуға да болады негізі. Жарайды, мен шығарып көрсетемін бірақ. Логарифмде теңдеулерде мынандай теңдеулер бар. X және дәрежеде де X жүретін теңдеулерде біз логарифмдеу деген әдісті қолданамыз. Логарифмдеу. Яғни мына дәрежеде қандай логарифм тұр? LG ғой. Онда екі жақты да LG қыламыз. Қазір мен жазып көрсетемін. Яғни логарифмдеу дегеніміз екі жаққа LG қойсамыз. LG. Сонда мынаның бәрі мынаның саны болып қалады логарифмнің. LG дейміз. 100x деген саны болып қалады. Енді біз білеміз, санның дәрежесі логарифм алдына шығып кете алады былай. Қазір кешірсе. Аслан. Алдына шығып кетеді, кешіріңіздер. Сонымен LGX көбейтілген LGX болады бұл жерде. Түсінікті ғой, мынау алдына шықты. Енді мынаны қараңыздар. 100x дегеніміз бұл бізде мынандай қасиет бар. Логарифмдер көбейтілсе, яғни екеуі не істеп тұр, олар қосылып тұр деген қасиет бар.
Оны жақсы білетін шығармыз. Бұл жерде мақсат мына lgx дегеннің өзін a деп алу да. A көбейтілген a, мынау a квадрат болады. Мынау қанша? A болады. Ал lg100 дегеніміз ол 2, е? Өйткені 10-ның 2 дәрежесі 100 ғой. Сонда lgx-ті біз a деп аламыз. Сонда мынау a квадрат болады. Мынау 2, мынау a. Болды, барлығын мына жаққа өткізсек, дискриминант шығады бізде. Минус a, минус 2 тең 0-ге. Вет бойынша 2 мен минус 1 екенін табу қиын емес. Яғни, қайттан теңестіре саламыз, сонымен есептің жауабы шығады. lgx тең 2 болса, онда x тең lg деген 10, яғни 10-ның 2 дәрежесі 100. Бір жауап шықты. Келесі жауап. lgx тең минус 1, x тең 10-ның минус 1 дәрежесі. Түсінікті ғой. Жауапта осылай тұру мүмкін, немесе қалай тұрады? 10-нан 1 деп тұрады. Енді бізде жауапта 10-нан 1 деп беріп қойған. Сонымен есептің жауабы D нұсқасында тұр. Келесі бізде теңсіздікті шешіңіз дейді. Ассаламу алейкум, Алла разы болсын, сізге оқушыларға көп көмегіңізді көрсетіп жатырсыз. Алейкум ассалам. Рахмет. Өзіңізге. 15. Косинус квадрат x минус синус квадрат x үлкен немесе тең түбір асты 2 бөлінген 2. Бұлай қарағанда қиын болып көрінуі мүмкін, өйткені формула білмейтін оқушыға да. Мынау бізде формула ғой. Косинус квадрат x минус синус квадрат x ол бізде косинус 2x-тің формуласы. Болды, енді мынау оңай теңсіздігі. Шеңбермен, мен әдісім ол шеңбер. Әрқашанда шеңбермен шығарамыз. Мен бұл жерде қысқаша ғана айтып кетем. Бұлай болады деп. Егер кімге де бір тақырыпты толық түсіну керек болса, сайт бар, өздеріңіз білетін шығарсыздар, сайт арқылы дайындалуларыңызға болады. Қараймыз, оң сан берілген косинустар плюстар мына екі шерікте болғандықтан екі сызық сызамыз. Түбір асты 2 бөлінген 2-нің мәні мына жерде әрқашан сол болады, пи бөлінген 4. Енді таңба қараймыз. Таңба үлкен немесе кіші болады. Таңба үлкен болған кезде осының минусын жаза саламыз. Минус пи бөлінген 4. Болды. Сонымен есептің жауабы бізде 2х қазір 2х жазып қойын. Мына екеуінің арасы минус пи бөлінген 4 пен 2 пен деп жаза береміз қасына, оны білетін шығарсыздар. 2 пен деп қосыла береді мұндай теңсіздіктерде. Тік жақша еткен тең бар. Енді ана 2-ні әрқайсысына бөліп шығамыз. Анда бөліп шығу деген сөз минус пи бөлінген 8 болады. 2 мен 2 қысқарады да pn болады. Пи бөлінген 8 болады. Мынау pn. Тік жақшамен есептің жауабы бізде Б нұсқасында тұр. Так, 16-шы есеп. Так, шектеусіз кемел геометрик прогрессия берілген. Өте оңай есеп. Шектеусіз кемел геометрик прогрессияның қосындысы деген сөз ол S деген сөз. B1 бірінші мүшесі, яғни B1 деп жазып қойғанбыз, 6 деп берген, Q-ды тап дейді. Шектеусіз кемел геометрик прогрессияның бір-ақ формуласы бар. S тең B1 бөлінген 1 минус Q деген. Осыған саласамыз міне. S пен B1-ді берген, Q жоқ, бұл оңай теңдеу. Яғни 9 тең 6 бөлінген 1 минус Q. Пропорция, ары қарай. Астында 1 бар. 9 азайтылған 9Q тең 6. 9Q-ды ары қарай өткізіп жібере салайық, мына бері алып келе салайық. 3 болады, сонда мына 9Q болады. Q-ды табу үшін бөлеміз, сонда 3-тен 1 шығады. Есептің жауабы 3-тен 1 А нұсқасы. Келесі мәндерінің облысы деген есеп. 17-ші есеп.
y тең минус x квадрат минус 2x плюс 3. Мынандай параболамен берілетін болса, мәндерінің облысы, x квадрат деп берілетін болса, біз білеміз оны парабола екен. Бұндай есептерде біріншіден қараймыз. X квадраттың алдында таңба қандай? Минус. Онда минус болса, есептің жауабы минус шексіздіктен басталады дегенді білдіреді болды. Енді мына жер немен бітетінін тапсақ, бітті, соны есеп бітеді. Бұл жерде қарасаңыздар, өзі солай берілген жауаптарын көрдіңіздер ме? Минус шексіздіктен басталған бәрі. Неге? Өйткені мынаның алдында минус тұр. Егер мынаның алдында плюс болғанда, онда есептің жауабы бір саннан плюс шексіздікке дейін болар еді. Енді жауап е емес деген сөз ғой сонда. Енді қандай сан екенін табу үшін бізде туынды қолданылады. Бұл жерде туындымен шығару оңай болып кетеді. Туындысын таба саламыз мынаның. Минус 2x минус 2. Осы туындыны нөлге теңестіреміз. Сонда минус 2x тең болады 2-ге, x тең болады минус 1-ге. Осы минус 1-ді алып, қайттан мұнаң орнына қоя саламыз. Сонда орнына қоятын болсақ, минус 1-дің квадраты плюс 1, алдында қайттан минус сақталып болады. Минус 1. Минус 2x минус 1-ді қойсақ плюс 2 плюс 3. 5 қанша болады? 4. Яғни есептің жауабы минус шексіздіктен 4-ке дейін болады. Есептің бізде жауабы ол С нұсқасында тұр деген сөз. Бұл бір әдісі. Жалпы мәндердің облысы деген ол кішкене үлкендеу тақырып. Оның барлығына мен тоқталып өте алмаймын қазір. Уақыт шектеулі болғандықтан. Келесі кіреді. Неге тік жақша? Мәндердің облысын дегеніміз жалпы тік жақша болады. Түсінікті ғой? Мәндердің облысында барлық жағдайда тік жақша. Тек қана мынандай есептер, көрсеткіштік функция келген кезде ғана жай жақша болады. Мынандай болса, модуль келетін, түбір астында келетін мәндердің облысы. X квадрат болып келетін болса, тік жақша болады. Тек мынандай нәрсе араласатын болса есепке, ол жай жақша болады. Келесі 18-ші есеп. Туындысын табыңыз дейді. F от x тең 22x минус 9. Бұл да оң есептердің қатарына кіреді. Түбір астының формасын білу керек бұл жерде болды. Түбір астының формасы. Түбір аст x-тің туындысы не болады? 1 бөлінген 2 түбір астында x. Видео качество жақсы дейді. Перископ онлайн отырған кезде жақсы болады, бірақ мынаны қазір сақтаған кезде телефонға өзі перископ сервер солай кішкене сығып сақтайды да. Сондықтан жаңағыдай ВКонтактеге немесе ютубқа салған кезде кішкене нашар болып кетеді качествосы. Міне, мынандай формула бар бізде. Енді осыған саласамыз. Туынды тең. Қараңыздар, бұл жерде мынандай нәрсе. Мынау бізде жай функция емес, күрделі функция. 2 түбір астында 22x минус 9. Күрделі функция болғандықтан мынаның туындысын ұмытпау керек. 22x минус 9-ның туындысы 22, сол үстіне көбейтіледі. Енді 2 мен 22 қысқарады. Сонда есептің жауабы 11 бөлінген түбір астында 22x минус 9. Бұл бізде бұл нұсқасында тұрған сияқты. Келесі 19-ші есеп. МНК үшбұрышы берілген, кез келген, қазір мен сызба салайын. МНК деген бізге бір үшбұрыш берілген. НК қабырғасы 30-ға тең дейді. N бұрышының сыртқы бұрышы. Сыртқы бұрыш дегеніміз, мына қабырғаны былай жалғастырып жіберсек, шығатын бұрышты сыртқы бұрыш деп айтады. Осы жер 150 градус дейді. Қараңыздар. Мына жер. Ол жер 150 болса, бізге мына жер табуға болады ғой. Мынау жалпы жазық бұрыш 180, 180-ден 150-ді азайтсақ, мына бұрыш бізде 30 градус деген сөз. Енді келесі, МН-ге жүргізілген биіктікті табыңыз дейді. МН-ге биіктік түсіреміз. Қадан? Биіктік дегеніміз тік түседі. Міне. КФ дей салайық.
Осы kf-тің ұзындығын тап дейді. Немесе h. Бұл не үшін берілген? Синустың анықтамасына берілген есеп. Синустың анықтамасы былай. Бізге мына бұрышты берді және мынаны беріп қойды. Сонда мынау қазір мына гипотенуз болып тұр, мынау катет болып тұр. Синустың анықтамасы. Синус 30 градусқа, синус дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Яғни анықтамасы бойынша kf бөлінген kn. Синус дегеніміз сол негізі анықтамасы. Kf бізде белгісіз, kn бар. Яғни kf h дей бөлінген 30. Енді осы жерден h табатын болсақ, синус 30 градус 2-ден 1 көбейтеміз 30-ға. 15 есептің жауабы. Ол бізде Б нұсқасында. Келесі 20-шы есеп өрнекті ықшамдаңыз деген. Мына есепті көрген кезде көп оқушылар жай өтіп кететін сияқты. Мынаған қарайды өтіп кетеді, мынаған қарайды өтіп кетеді, мынаған қарап та өтіп кетуі мүмкін көбісі. Кішкене былай мән берсеңіздер, қатты қиын есеп емес бұлар негізінде де. Былай қарағанда қиын болып көрінуі мүмкін. Қазір мен берілген жазайын. 20. 27 көбейтілген x-тің 2-ден 1 дәрежесі бөлінген z-тің 0,2 дәрежесі. Осының 2,5 дәрежесі. Көбейтілген z-тің 12-ден 1 дәрежесі бөлінген 4 дәрежелі түбірасында 3x 24-тен 1 дәрежесі 6 минус x минус 3 тең. Бұл есеп қарапайым екі неге арналған қасиетке. Дәрежені дәрежеге шығарған кезде дәрежелер көбейтіледі деген қасиет. Содан кейін санды бөлген кезде дәрежелер не істейді? Азайтылады, көбейтілген кезде қосылады. Бұл сол үш ереже қарапайым соған арналған есеп. Бұл жерден кішкене бөлшекпен жұмыс істеу керек болды. Сосын қараңыздар. 27 дегеніміз 3-тің 3 дәрежесі. 3-тің 3 дәрежесі енді мынаны дәрежеге шығарған кезде мынау не істейді? Көбейтіледі. Яғни 3 көбейтілген 2,5. Көбейтілген енді x-тің қараңыздар 0,2-ден 1 дегеніміз 0,5. 0,5 пен 2,5-ды көбейткен кезде, яғни мынау 2-ге бөлінеді ғой қазір көбейткен кезде. Яғни 2,5-ды 2-ге бөлсек 1,125 деп жаза салайын. Бөлшек күйінше жазғанша осылай жаза берген дұрыс сияқты. Түсінікті ғой? Мынаны мен аштым. Енді мына z-ге келеміз. Бөлінген z 0,2-ні 2,15-ге көбейтсек, 2-ні 2,15-ге көбейтсек 5 қой. Енді алдында 0 тұрғандықтан ол 0,5 бола салады. Енді көбейтуді білетін шығарсыздар ойлаймын. Көбейтілген. Енді мына жаққа керек. 12-ден 1-ді 6-ға көбейткен кезде 6 мен 12-ден 1 қысқарады, 2 қалады, 2-ден 1 z-тің 2-ден 1 дәрежесі, немесе z-тің 0,5 дәрежесі. Бөлінген. Енді мына жерде біраз мәселе бар, қараңыздар. Мен кішкене ауызша айтып кетесем. Мынау 3-тің 1 дәрежесі, 3 деген, мынау 4-тен 1 дәрежесі. 2 сан көбейтіліп тұр ғой, мынау 3-тің екеуі де 3. 2 сан көбейтілген кезде дәрежелер қосылады, яғни 1 мен 4-тен 1 қосылады осы жерде. Сонда 1 мен 4-тен 1-ді қосу бөлшек бойынша 4-тен 5 болады. Бірден жаздым, кішкене уақыт алмай қойын деп. Енді соны 6-ға көбейтеміз. Так, бұдан құтылдығы, мына екеуі қысқарады, не болады? Жарайды. Енді x 24-тен 1 не істейді? 6 көбейтіледі газ. Сонда 6 мен 24 қысқарады, 4-тен 1 болады. 4-тен 1 дегеніміз ол 0,25 десек бола ма мұны? Так, азайтылған. Так, мынаны аша салайын, x плюс 3. Ал енді қызық басылады осы жерде. Қараңыздар. Z-тің 0,15 дәрежесі, 0,15 дәрежесі не істейді? Қысқарады. Қараңыздар.
Мынау мына жерде 4 пен, былайша айтқанда 5 пен 6-ны көбейтсек 30, 30-ды 4-ке бөлсек 7,5 болады. Мына жерде 3-ке 2,5-ды көбейтсек 7,5 болады. Яғни мына екеуі не деген сөз? Бірдей деген сөз. Қысқарады. Енді екі сан бөлінген кезде дәрежелері азайтылады. Яғни x-тің 1,5 дәрежесінен азайтамыз 0,5 дәрежені 0,125. X-тің 1 дәрежесі, яғни x қалады мына жақтан. Болды ме? Азайтылған x қосылған 3. Есептің жауабы 3 деген сөз. Ол бізде Е нұсқасында тұр. Келесі есеп. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Енді қараңыздар, 21-ші есеп, ол кішкене логикалық есеп енді. Мәселе есеп деп айтуға қатты келмейді. Енді 3 жолаушы Астанадан, Павлодардан Астанаға барамыз деп ойлайды. Сосын арзанырақ жолды қарастырады. Қалай барсақ арзан болады деген сияқты. Пойызға қарайды, пойыздың бағасы Павлодардан Астанаға дейін. Бір адамға 2265 теңге екен. Ал енді автокөлікпен барайын десе, автокөлік 100 км жолға 10 литр жанармай жұмсайды екен. Жанармайдың бағасы 1 литріне 112 теңге. Арзан кезінде екен ғой. Автокөлікпен жүрген жолдың ұзындығы, яғни Павлодардан Астанаға 400 км, қайсысымен жүрген тиімді дейді. Автокөлікпен барған дұрыс па, әлде пойызбен ба? Енді пойыздың бағасы есептей салайық, 2265-ті 3-ке көбейте саламыз. Мен 21-ші есепті шығарайын дедім. Пойызға кететін ақшаны 2265-ті 3-ке көбейте саламыз. 2265 көбейтілген 6795. 6795 теңге кетеді пойызбен баратын болса. Ал енді көлікпен барса қанша теңге кететінін есептейміз енді біз. Қараңыздар. Біріншіден, қанша литр бензин кететінін есептейік. 100 километрге 10 литр жейді. Ұзындық 400 километр. Яғни қанша литр жейді? 40. Ол түсінікті ғой, 100-ге 10 жесек, 400-ге 40 литр жейді. 40 литр бензин кетеді жолға. 1 литр бензиннің бағасы 112 теңге. Көбейте саламыз. 40-ты 112-ке көбейтеміз. 4480 болады. Дұрыс. Енді қайсымен барған тиімді? Енді бұл оңай шығар деп ойлаймын. Есептің жауабы 4480 С нұсқасында. Енді есепке қарағанда көбі оқушылардың психологиясы не болады, мына жерде оқымай қой, шығарамайсың деген сияқты ой келеді. Авто. Сұрақ бізге ең аз дегенде жолға 3 адамға қанша теңге төленеді дейді. Қайсысына аз кетеді деп отыр. Пойызға ма әлде автокөлікке ме? 3 неге көбейтпейміз дейді. Енді әрқайсы бір машинамен бармайды ғой, бір машинаның ішінде барады ғой. Бір автокөлікпен бармай ма үшеуі де? Ол неге 3-ке көбейтеміз? Все дейді. 20 лоджик дейді. Не ол лоджик дегеніз? 22-ші есеп. Үш берген бізге. Енді кішкене күрделірек есеп. Қазір мен түсіндіріп көрем сіздерге. Мұқият тыңдаңыздар. Логика деген оған дейді. Ағылшыннан мықты болып тұрсыздар ғой сіздер, БЦ үшбұрыш берілген. Жоқ, просто барсаң каждый өзіне төлейді. Все. Енді артық әңгімеге кетпейік. Қараңыздар. АБЦ үшбұрыш салынған. CH биіктік дейді. CH биіктік мен ыңғайсыз сап қойдым ба? CH биіктік болса былай қарай кетеді ғой. CH биіктік, мына жер 90 градус. CH биіктік болса, так. А бұрышы 60 градус.
С бұрышы, Б бұрышы 70 градус болса, H бұрышын табыңыз. О шеңбердің центрі дейді. OCH. О, қараңыздар. Мынамен қосамыз. CH. Қараңыздар, мынандай нәрсе бар. Сырттай сызылған шеңбердің центрі, лайк басыңдар дейді. Лайк тоқталмай басылып отыр ғой онсызда. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы бисектрисалардың қиылысу нүктесінде болады. Сырттай кез келген үшбұрышқа сырттай, менің сұраған есебім ғой. Айдана сенің есебің. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы мынау бисектрисалардың қиылысу нүктесі болады, қараңыздар. Мынаны былай қоссақ бисектриса. Мынаны былай қоссақ не болады? Бисектриса. Мынау да бисектриса. Бисектриса дегеніміз не? Бұрышты қақ бөледі. Түсінікті шығар, Енді қараңыздар. Мына жер, мына бұрышты тауып алсақ болады қазір. BCH деген. BCH. Мына кішкентай бұрыш, Енді мына жер 70 болса, мына жер 90 болса, 70, 90, қанша болды екеуі? 160, онда мына жер 180 болу үшін 20 градус жетпей тұр. Мына кішкентай бұрышты таптық біз, 20 градус. Енді қараңыздар. Енді отыр мына жерде. Мынау бізде бисектриса дедік. Бисектриса дегеніміз бұрышты қақ бөледі деген сөз. 30 дейді. Мына жер 30 болады, дұрыс. Мына жер 30 градус болады. Мына жерде 30 болады. Енді бисектриса қақ бөлді ғой, 30 болады. Так. 30 болады, 30 болады. Енді мына жер негізі белгісіз санап алу керек. 35, мына жер 35 болады, қақ бөлсе. Мына жер 35, мына жер 35 болады. Енді қараңыздар. Мынау С бұрышы 50 градус, неге қалай білдік оны? Мынау 60, мынау 70, екеуін қосамыз 130, онда ана С бұрышы, жалпы С бұрышы 50 градус. Енді 50, мынау С деген бисектриса оны қақ бөліп жібереді мына жерден. Былай және ары қарай. Сонда мына бер жағы және ар жағы қаншадан болады? 25-тен болады. Мына жер 25 градус. Мына жер 25 градус. Енді қараңыздар. Бізге OCH тау керек, OCH. Так, мына жер 70 болды. Так, қанша болды? 50 болды ма? Шынымен де 60 қосылған 30. 60 қосылған 70. 130, 50 болады, дұрыс. Онда мына жер 25 болады. Так, мына жер 20 болды ма? Мына жер 20 деп жазып қойын мен. Сонда мына жер қалды. 5 болып қалды ғой. Қалай 5 болып қалды? Қалайша 5 болды? Он болу керек еді. OCH, OCH 60. Кешіңіздер, мен жерде дұрыс сызбадым да, сосын кішкене түсініксіз болып кетті негізінде. Қазір басқаша сызып көрейін. Так, мына жер С болсын, мына жер А болсын, мына жер Б болсын. Шатасып кетті ме? Мен басқаша сызып шығарған едім өзім. Кішкене CH деген мына жер болсын. Мына жер 90. Дұрыс шығарып жатырсыз. Қайтып сызыңыз дейді. Так. Мынау 60 болса. Мынау 70 болса. Так. О, мына жерді алайық мысалға. О деп е. Мына жер болсын мысалға О. О болсын. Осы ашып табу керек бізге. Так, мына жер бисектриса ма? Бисектриса. Мынада бисектриса болса, онда мына 30 градус болады деген сөз.
Так, мына жер 35. Жер 35. 35 болса. Мияшу басталды. Мияшу басталды. Енді бұл есептің жауабы 10. Қазір мен кішкене өзіне кеп алайын. Так, 30, 35, 35. Енді мына жер 70 болса. Мына жер 70 болса, мына жер 90, мына жер 20 болады деген сөз. Бізге 30 ашты табу керек, мына жерде табу керек. Онда. Так, мына жер бізде 50. Так, 60 қосылған 70, 130, 130, так, 50. Жер 25 болса. Жоқ. Мен өтірік айтып жатқан сияқтымын. Кішкене сабыр ете тұрыңыздар, е? Кешірім сұраймын. Орта перпендикулярның қиылысу нүктесі. Кезек дейді. Сұрақ енді бұл жерде біраз нәрсе айтылған. А бұрышы 60 градус. Қазір мен кешіріңіздер. Мынау қате айтып қойдым. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы орта перпендикулярлардың қиылысу нүктесі болады. Өтіп кетпеймін мен. Шығару керек. Шеңберге іштей дейма дейді. Мынау шеңберге іштей сызылған, иә. Шеңберге іштей сызылған. Мынау қиылысу нүктесі орта перпендикулярның қиылысу нүктесі болады. Мен жаңа бисектриса деп ол нені айттым. Іштей сызылған шеңбердің радиусын айттым. Сонда орта перпендикулярның сөз мынаны дәл ортасына түседі деген сөз. Мына жерде мен сызбаны ұқсамай қалды. Сондықтан бүйтіп жазылайын қазір. Бұл қиын есеп, шынымен де мен мындай сізге оңай деп айтып отырған жоқпын. Мынау ортасына түседі перпендикуляр. Ортасына түссе, мына екі бұрыш өзара тең деген сөз. Онда мен мына жерді альфа деп алсам. Мына жер бізде не болады сонда? 65 минус альфа. Так, мынаны қосам қас. Мына жерде өзара тең, ортасына түседі, мына жерде өзара тең. Ортасына түседі. Мынау бізде биіктіктер. Қараңыздар. Мына жер альфа болса, онда мына жерде альфа. Мынау негізі А бұрышы 60 градус қой, сонда мына жер 60 минус альфа болады. Екеуін қосқанда 60 шығу керек. Мына жер бізде 70 градус, сонда бұл жер 70 минус альфа болады. Екеуін қосқан кезде 70 шығу керек. Альфа енді. Так, мына жер С, Б, С, H. Б, С, H. Бұл бізде 20 градус. Мына жер 20 градус. Енді 70 минус альфа. Так, мына жер 60 минус альфа бұл жерде. Мына екеуі тең, 60 минус альфа 20. Так, енді мына жер 70 минус альфа болады. Қараңыздар, мына О нүктесі ғой. БОЦ ол да мына екеуі тең. Өйткені мына ортасына түсті, онда медиана болады. БОЦ, так, не болады бізде? 70 минус альфа, так, 70 минус альфа болады, БОЦ. Мына жер, мына АОЦ 60 минус альфа. Екеуінің қосындысы бізде, екеуінің қосындысы 50-ді береді, мына екеуіне. Мына бұрыш таптық, біз мына бұрыш таптық, екеуін қосамыз енді. 70 минус альфаға 60 минус альфаны қосам, сонда 50 градус шығу керек. Түсінікті. Сонда мына екеуі қазір бізде 130. Так, минус 2 альфа тең 50 градус. Так, мынау былай қарай өтеді, мынау бері қарай келеді. Сонда мынау 80 болады. Аз айтқан кезде. Тең 2 альфа. Яғни альфа тең 40 градусқа. Так. Сонда қараңыздар, мына жер, мына жер. Мына жер бізде 70 минус альфа. Мынау да. Сонда альфа бізде 40. 70-тен 40 азайтсақ 30. Сонда мына бұрыш 30 градус. Мына бұрыш. Ал бізге мына кішкентай бұрышты табу керек. Мынау 20 градус.
Сонда 30-дан мынадан 20-ны азайтсақ, 30-дан 20-ны азайтсақ, 10 градус шығады. Есептің жауабы. Кішкене күрделі есеп. Мен енді бұл есептің жауабын жаттап алуға кеңес берер едім. Түсінген адам түсіне алады деген сияқты. Екі рет шығарым, екі рет қателесіп кеттім. Ондай болады, пенде болғаннан кейін. Біз қателесушілерденбіз. Келесі есеп шығарайық, 23. 23-ші есеп бұл өте жиі келетін есептер мынау. Үш бұрышын қабырғаларын ортадан беріп қояды да, соның әрқайсының төбелерін тап деген есеп. Бұндай есепті былай шығара саламыз, қараңыздар. Жауаптарын тексеріп. Бізде мысалы АБ деген қабырғаның ортасын табу үшін АБ-ның дым етпес сондайлар болады дейді. Болды енді. АБ-ның ортасын табайық. АБ-ның ортасын табу үшін екеуін қосамыз, екіге бөлеміз. Екеуін қоссақ 5 пен 5 қосылады 10, екіге бөлеміз 5. 5 деген мүлдем жоқ мына жерде, байқасаңыздар. Яғни А жауап бола алмайды деген сөз. Қазір шешіміз беремін. Жауаптар тексеріп жатырмыз біз, қараңыздар. А бола алмайтын болды. Өйткені А-ның ортасы 5 болу керек, ал бізде ортада 5 деген нүкте мүлдем жоқ. Мынаны тексерейік. Мына екеуін. 3 пен мына есеп болып цифрлар басқа. 3 пен 6-ны қосамыз. 9. 9-ды 2-ге бөлеміз 4,5. 4,5 дегенде мүлдем ондай орта жоқ x-тері. Мынаны тексереміз. А мен АБ-ның ортасын тексеру үшін 3-ге 1-ді қосамыз. Айдан атыншы. Так. 2-ні қосамыз. 4. 4-ді 2-ге бөлеміз. 2. 2 дегенде жоқ бізде. 2 дегенде жоқ. Оңай болып кетті мүлдем. Мына 2-ні қосамыз. 1 мен 3-ті қоссақ 4. 4-ді 2-ге бөлсек 2. 2 деген x-тері көп түсір ма? Мүлдем жоқ. 2-ге кеп қалды ғой енді. Еден басқа жауап. Мен 4-ке 4-ті қосамыз 4, 2-ге бөлсек 4. Міне 4 деген міне шықты. Көрдіңіздер ме? 4-ке 4 қосамыз 2-ге бөлеміз 4. Яғни мынау ортасы болып қалды қазір. 1 шығу керек енді қасынан көреміз. 5-ке 3-ті қосамыз, минус 3-ті қосамыз 2, 2-ге бөлсек 1. Міне келді мынау. Мысалы енді АЦ-ның ортасын тексереміз. Неге солай тексеру керек? АЦ-ның ортасын тексеру керек. 4 пен минус 2-ні қоссақ 2, 2-ге бөлсек 1. 1 деген екеуінде де бар. Яғни Е жауабы ол нақты келіп тұр. Бан берем ма дейді. Күшті жынды способтар біледі екенсіз. Так. Тынышталамыз. Енді келесі бізде 2 есеп қалды. 24-ші есеп, 25-ші есеп. 25-ші есеп бұл есеп емес, енді бұл қарап та айта салатын есеп. 24. Қараңыздар. Би үйірмесіне 5 ұл 19 қатысып жүр дейді дәл қазір. Апта сайын әр үйірмеге 2 ұл мен 3 қыз келіп қосылады. Қанша аптадан кейін үйірмедегі ұлдар мен қыздардың саны теңеседі. Өте оңай есеп негізі былай қарағанда. Жауаптармен тексере салуға болады, қараңыздар. Мысалы 2 аптадан кейін деп ойласақ, 2 аптадан кейін 2 ұл қосылады. То есть 4 ұл қосылады. 4-ке 25 қосамыз 29. Енді 2 аптадан кейін қыздарға 6 ұл қосылады. 19 6-ны қоссақ 25. 25 пен 29 тең емес. Яғни 2 апта емес деген сөз. 3-ті тексерейік. 3 аптадан кейін 6 ұл қосылады. 31 болады. Мына 3 аптадан кейін 9 болады. 9-ға 19 қоссақ 28. Яғни 31 мен 28 тең емес. Яғни осылай тексеріп кете бересіздер. Түсінікті. 4 аптадан кейін тексеретін болсақ, 8 адам қосылады мынаған. 8-ді 25-ге қосамыз 33. Мынаған қосамыз, қазір. 12, 19-ға 12-ні қоссақ 31 тең емес әлде. 5-ті тексереміз осылай.
5 аптадан кейін 10 ұл қосылса 35 болады. 5 аптадан кейін 15 ұл қосылса таққан қанша болды? 35, 33 болып, 33 қалды, жетпей қалды. 6 қалды ғой енді. Басқа не болды? 6-ны 2-ге көйтеміз. 12, 37 болады, 37 ұлды болады. 6-ны 3-ге көйтеміз 18, 18-ге 19 қоссақ 37, яғни екеуі теңесті. Деп жауаптарын тексеруге болады, немесе теңдеу де құра салуға болады, оның негізі қатты қиын нәрсе жоқ. Енді мынандай есептер оңай есептер енді бізге орташа -30 градустан төмен болатын анықтаңыз қанша күнде дейді. -30 дегеніміз бізде міне. Бұдан төмен болады бізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұндай есептер енді есеп деп айта алуға бола ма, оны білмеймін. Осымен біздің бұл нұсқамыз аяқталды. Сұрақтар болса, ағай 21-ді көрсетіңізші. Скрин жасап алайын. Шығару жолын ба, әлде? Есеп. Мені берілгені ма? Не көрсетейін? Шығару жолын ба? 21. Алты дүрсінесін маған келген осы нұсқа дейді. Алтыды қалай дұрыс емес, ол мүмкін емес қой, алттан басқа. Өшіріп тастаңызшы, блокат болсаңыз видеоны, рахмет ағай. Міне 21-дің шығару жолы. Сау болыңыз. Жоқ, берілгені. Ненің берілгені? 25-дің берілгені ма? Міне. бір деймін дейді. Мына жерде кешіресіздер 25-те жоқ оқымаппыз ғой дұрыста. 30 градустан жоғары болады деп жатыр. Біз төмен санап шықтық ғой жаңа. -30 градустан жоғары болған дейді ғой. Онда басқаша болады жауап. 1, 2, мынау дәл 30-да тұр, ол алғылмайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген ғой. Е болады деген ғой. 25-ін көріңіз, асығып біз төменгісін санап жүріппіз. Жоғары болған десе, -30 градустан жоғары. Бұл жауабы Е болу керек дейді. Мен мынаны айтып жатырмын деп ойлап қалдым да. Алты емес деп. Теңсіздік плюс минус болып кете береді деп едіңіз, иә. Енді қашан? Енді мен шала қазір неге сол барлық теңсіздік болма қалай. Ол тақырып бұл кәдімгі бір үлкен есеп бар ғой. Үлкен есеп. Мынау ғой. Енді осындай бір күрделі нұсқаны талдаймын. Аға не ғой, менде пробныйда где-то 50 нұсқа бар. Енді нұсқа көп менде де, негізінде ол жағына проблема жоқ. Шығаруға. Осы дейді. Университет дұрыстап оқыңызшы, өтініш дейді. 25. Мына аралықтардағы, 10 мен 20 аралығындағы ауа райының орташа температурасының графигі көрсетілген. Графикті пайдаланып ауа райының орташа температурасы -30 градустан жоғары болғанын анықтаңыз дейді. -30-дан жоғары. Жоғары деген сөз түсінетін шығарсыздар, -25 одан жоғары. 35-40 емес қой енді, олар төмен ғой. Неге? 9, 6 дұрыс қой дейді. Жоқ, 6 дұрыс емес. -30 градустан жоғары болу үшін ол -30 үлкен ба, -25 үлкен ба? Соны анықтау керек қой сіздерге. Санап шығыңыздар мені. -1, 2 күн, 3 күн, 4 күн, 5 күн, 6 күн, 7 күн, 8 күн, 9 күн. Скрин істеп алғанда не ғой, мен қазір контактіге салам, сондан қайттан қарай берсеңіз болады. Бірінші есеп па? Бірінші есептің шығару жолы. Той, ағай дейді.
орнына қоя салдым мен, енді бұл жерде шығарған жоқпын. 40-30 үлкен дейді. Минус қой бұл жерде. Енді ол ары қарай өздеріңіз не алсаңыздар болады. Сіздің нұсқаларыңыз пробныйлар ма? Я, пробныйлар ғой. Мемлекеттің шығарып атқан. Минуспен беріліп тұр ғой дейді. Жарайды, сау болыңыздар. Келесі сабағымыз, енді мен қазір жазам, қанша ребус жиналу керек екенін. Кішкене белсендірек болсаңыздар, осылай. Жақсы. Жиірек кездесетін боламыз. Я, 200 емес, одан аз болады. Енді қашан болады, сау болыңыз. ВКонтактеде группа бар, сол группаға мен қазір қоямын, қазір мен көрсетейін группаны. Сау болыңдар. Мына группаға салынатын болады. Сау болыңыз дейді. Сау болайын. Міне, адресі мынау. Осы группаға салынады қазір 1 сағаттың көлемінде мүмкін. Сау болыңыздар. Жаль, сіз сияқты физик жоқ дейді. Сау болыңыздар.